Дорогие друзья, давайте аплодировать, громко встречать наших блогеров. Парад блогеров, друзья, громче! Привет, привет. Со всеми перепутали. Вот они, будущее нашей страны. О, парень, единственный парень с камерой. Дорогие друзья, да. Вот они. Кнопка достается первой и единственной пока команде фавориту по казахскоязычному контенту. Пазл ТВ! Пожалуйста, получайте. Наконец-то получаем. Поздравляю. Лучший YouTube-проект на казахском языке. Пазл! Серебряная кнопка 100 тысяч, ну и плюс лучший проект на казахском языке. Столько всего. Команда Пазл! Поздравляю! Так, хватайте свою штучечку красивую. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Пазл немесе Пазл Лайф арнасы әлі бұл видеоны қай жерге салатынын нақты білмейміз. Бірақ та бұл видеоны қай жерде көріп отырсаң да лайктарыңызды міндетті түрде басып отырыңыздар. Видео Байга фестиваліне бара жатырмыз және де бүгін барлығы асыға күткен күміс кнопканың марапатты ресми марапатталуы. Негізі біз ол кнопка бізге жазда келген. Бірақ бүгін бірнеше арналар, бірнеше авторлар күміс кнопкасын алады. Сол себептен ресми түрінде берейін деп жатыр бізге. Міне сол жаққа қазір бағыт бұрдық. Енді айтпақшы достар, міне бетімде осындай қара масканы көріп отырсыздар. Ол әрине Ниндзя. бір какой-то ниндзя немесе бір стильдің образы емес. Бүгін қысқасын айтқанда достар, менде әліппемен қоштасу болған кезде ең маңызды өмірдегі сәттер, мысалы выпускной, дипломның тапсыру кезінде бетімде әрдайым бірдеңке болады. Дипломды мысалы тапсырған кезде демаламай бетім ісіп кеткен. Бүгін дәл сондай жағдай болып тұр. Мен оны білетінмін, жалпы солай болатын. Білмеймін неге. Кім біліп отырса ондай жағдай жазып отырыңдар комментарийге, неге олай болатын. Міне бүгін ернім кәдімгідей ара шаққандай ісіп кетті. Сондықтан бүгін енді фестивальда осы маскамен жүруге тура келеді. Сондықтан мән бермей қойыңыз. Бастысы осы біздің түсірген видеомыз ұнап жатса болды ғой. Сондықтан біз қазір сол жерге бағыт бұрдық. Енді сол жерде келесі кадр болады. Дорогие друзья, давайте проведем бурными аплодисментами Стаса Давыдова. Ваши аплодисменты. Похлопаем. Ну а мы хотели бы сказать, что буквально через 5 минут на фан-зоне появится герой YouTube-канала Пазл. Появится на фан-зоне, так что подходим, фотографируемся, общаемся, знакомимся, дорогие друзья. Дорогие друзья, еще раз повторюсь, на фан-зоне появляются участники проекта Пазл. Добро пожаловать, пофотографироваться, пообщаться. Не стоим на месте, подходим ближе к фан-зоне. Участники YouTube-канала Пазл уже близко к тому, чтобы с вами пофотографироваться, пообщаться. Встречайте все вместе герои YouTube-канала Пазл. Что ж, дорогие друзья, только что к нам на фан-зону подошли
местные звезды Казнета, герои канала Puzzle. Так что подходим, знакомимся, фотографируемся, улыбаемся вместе с ними. И буквально через некоторое время мы будем объявлять анонс следующих звезд Ютуба. Но пока что подходим, фотографируемся, не стесняемся. Все специально приготовлено для вас. Сәлем достар, міне видеобайга фестивалі ең ортасы болып отыр. Кішкене қаттырақ сөйлейін, бірақ өйткені мына жерде өте шумой, өте көп нәрсе естілмейді. Өз дауысын естіп тұрған жоқпын, шынын айтсам. Жаңа бізде алдында фотосессия өтті. Қазір Аминка Витаминкадан интервью алып жатыр, алдында Джо Кресистан интервью алды. Барлығы асыға күміс кнопкасы бір-екі сағаттан келеді. Әлі естіп тұрған жоқ қазір. Бір-екі сағаттан кейін ресми марапаттау болады. Бізге алла бұйырса тек бізге емес, солай басқа да авторларға күміс кнопкаларын, алтын кнопкаларын мүмкін беретін шығар. Соны күтіп отырмыз. Енді дауыс қатты естілмей жатса ренжімеңдер. Лайкты көбірек басыңдар, дауыс қаттырақ естілсін. Ну что, я попрошу вас остаться на сцене, поскольку прямо сейчас мы переходим к церемонии награждения, друзья. И под ваши овации мы приглашаем всех наших блогеров, друзья. Пойдемте к нам, приглашаем Джо Кэссес. Пойдемте к нам, ребята. Все блогеры, которые сегодня участвовали вместе с нами, стояли на этой сцене. Мы с ними разговаривали, с кем фотографировались. Мы тоже вас приглашаем. Пойдемте. Дорогие друзья, давайте аплодировать, громко встречать наших блогеров. Парад блогеров, друзья, громче! Привет. Проходите, устраивайтесь, здесь места много, прикольно. Максимальный шум, продолжительные аплодисменты! Привет. Со всеми перепутали. Вот они, будущее нашей страны. О, парень, единственный парень с камерой. Дорогие друзья, да. Вот они, да, но у нас на очереди появление таинственного персонажа.
Таинственный персонаж. Да. Это очередной сюрприз, друзья, для всех гостей нашей сегодняшней церемонии. Да, но прежде чем... Двигаемся далее. Есть у нас еще целых 10 серебряных кнопок. Итак, следующая кнопка достается первой и единственной пока команде фавориту по казахскоязычному контенту. Пазл ТВ! Пазл! Приглашаем на сцену! Пазл. Ребята, братья, которые занимаются обзорами топовых вещей на казахском языке. Ребята, спасибо вам большое. Огромный вклад на самом деле в казахскоязычный контент. Красавчики, джигитер. Пожалуйста, получайте заслужили. Наконец-то получаем. Поздравляю. Али, пару слов. Пару слов буквально. енді сөз шебер емеспін, сондықтан бір сөз айтайын. Өз күнім құрметке жоқ. Кешірім сұраймын, қол ұшын өзге барлығын өзінің құрметтелейді, сондықтан жиі қазақ тілін естідіңдер достар. Сонда үлкен жетістіктерге жетесіңдер. Спасибо, ребята. Проводим. Пожалуйста. Следующая серебряная кнопка. Спасибо Атакенту. И мы переходим к следующему проекту. Лучший YouTube проект на казахском языке. Да. Ответственно. Ну что, Стас? Аж голова вспотела от волнения. А, нет, от шапки. Но от Давай. волнения тоже. Так. Ну, я, собственно, объявляю, что тянуть тоже. Последняя номинация. Лучший YouTube-проект на казахском языке. Пазл! Серебряная кнопка 100 тысяч, ну и плюс лучший проект на казахском Это столько языке. всего. Команда Пазл! Поздравляю! Эй! Так, хватайте свою штучечку красивой штучечки. Есть что сказать хорошего? Ну-ка. Что скажете хорошего по этому поводу? Құрметті достар, барлығына үлкен рахмет келгендеріне бізді құттықтауға. Өзіміздің көрермендеріміз де өте қуаныштымыз, өте үлкен бізге сөз таба алмадық. Ең біріншіден біздің ата-анамызға үлкен рахмет, бізге қолдау көрсеткендеріңізге. Біздің көрермендерімізге үлкен рахмет. Барлық достарымызға, барлық партнерларымызға үлкен рахмет. Сол. Пазлға жазым. Красавчики, пацаны. Ну, понятно. Спасибо. Поздравляю еще раз. Аплодисменты. Красавчики, давайте, Уважаем парни. победителей. Пам-пам. Пока. Міне достар, біз видео байга атты фестивальдан қайтып келдік. Барлық келген көрермендерге үлкен рахмет. Алғысымыз шексіз, достар. Бір қызығы видео фестиваль бітті. Менің аллергиям да бітті. Мүмкін ол таңертең дәрі ішіп алғаннан болар. Сондықтан мына масканың қажеті жоқ. Бүгін тәуірек маған кедергі көрсеткен. Бұлай Осылай. Сол видео фестивальда болған кезде ата-анамыз бізге звондаған. Осы сіздердің керемет қолдауларыңыз жайлы айтты. Чаттың барлығы пазл деп толып Қашан жатқан. тек қана қазақша комментарийлер болды. Тек қана қазақша. Орысша арасында жүздің екі-үшеу ғана болды. Міне достар, бұл қазақ контенттің қандай дамығанын көрсеткіш. Сондықтан ары қарай осылай дами берейік достар. Үлкен рахмет сіздерге. әрине барлық осы қуаныш, бүгінгі қуанышты сәттер ол бір Алланың қалауымен болды. Екіншіден бұл сіздер бізді қолдағанның арқасында. Негізі бүгін бұл тек біздің жеңісіміз емес, бұл біздің аудиториямыздың, бізді қолдаған адамдардың, біздің достарымыздың, блогер достарымыздың, барлығымыздың. Бұл негізі қазақ ютубының үлкен жетістігі. Фестивальда біз бірнеше қазақ ютуберлермен таныстық. Оларды сіз біздің инстаграмда көре аласыз. Не, Пазл ТВ. Міне міндетті түрде кіріңіз, тіркеліңіз. Көптеген жазушыларды жинап, барлық жерде қазақ контентін керемет қылып дамытайық. Енді Алла қаласа болашақта осындай мерекелерде, осындай фестивальдарда көбірек қазақ ютуберлер болуына біз тілектеспіз. Али алдында айтып жатқандай, біз көптеген ютуберлерді көрдік, олар аз емес, сондықтан осылай көбейе береміз деп ойлаймыз. Сонымен қатар Ресейден келген Макс плюс 500 және Стас Давыдов блогерлері қазақстандық ютубтың дамуына таң қалды.
иә оларды кейбіреулерін білмеуі мүмкінсіз, бірақ та оларды ютубпен жақсы таныс адамдар оларды міндетті түрде біледі. Тіпті олар екеуі біздің барлығымыздың ортақ жеңісімізге қуаныш білдіріп бізді құттықтады. Міне және де біздің пазлға жаз деген ұранымызды айтып өздері сол екі сөзін ұйқасуына бір қуанған жоқ, бір таң қалды. Мен оған айттым, пазлға жазыл деп айтшы. Пазлға жазыл деп басына бірдеңке деп айтты. Не ол деп кейін ол подписывайтесь на пазл дегенді айтқан кезде олар таң қалды. Қалайша солай түсініксіз сөздер ұйқасып сондай бір мағына беріп тұрғанына. Оны өздеріңіз міне осы нарезкаларды көре аласыз. Ал енді жүлделерге келетін болсақ, көрермендеріміздің кейбіреулері түсінбей қалды осы біздің қандай номинациямен біз ұттық дегенде. Оны қазір Әділ сіздерге түсіндіріп жібереді. Міне енді дәл осы видео байге деген осы жүлдені біз 2018 жылдың қазақ тіліндегі ең үздік жоба ретінде алдық. Сондықтан достар, сіздерге алғысымыз шын жүректен шексіз болуда. Тіпті ана жерде сахнаға шыққан кезде сөздерімізді ұмытып, барлығын не айтарын бәріміз ұмытып қалғандай жағдайға келдік. Бірақ та ол сіздің бізге көрсеткен белгіңіз. Міне дәл осы қараңыз. Бұл барлығымыздың ортақ жеңісі достар. Сіздердің белсенділіктерің болмаса, бұл жүлде де болмас еді. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет достар. Біз админдерміз, біз пазлдың бөлшектеріміз. Ол көрермендер пазлдың бөлшектері, біздің достарымыз пазлдың бөлшектері, блогер достарымыз пазлдың бөлшектері. Былай айтқанда, пазлдың бөлшектерісіз ешқандай пазлда болмайды. Әрине. Сол кезде қуанышымыз шексіз болғандықтан әлі осылай жоғарыға көтерді осылай. Ал енді келесі және жүрекке ең жылы көрінетін жүлдеміз ол ютубтың күміс батырмасы. Оны барлығы білет, оны 100 мың тіркелушіге береді ютуб. Бізге әрине кешігіп қалды, 500 мыңға таяу болып қалған кезде сәл ғана кешігіп қалды. Сол бірақ келген өзіне үлкен рахмет, бір Аллаға шүкір. Міне осындай өздерін мынандай арнайы ютубтан жіберілген хабарламасы да бар. Бұл жерде сендердің жазылушыларының мынандай қаладан да үлкенірек деген кәдімгі стандартты барлықтарыңыз жақсы білетін жазылып тұр. Бір қызығы бұл жерде жай қағаз емес, бұл жерде ютубтың айтуына сенсек, бұл жерде папирус. Міне осындайдың өзінде сіздерге мәліметтерді жеткізіп отырмыз. Айтпақшы, оны біздің инстаграмнан көре аласыз. Оның аудармасын біз толықтай инстаграмға жазып қоямыз. Айтпақшы достар, бұл пазл арнасының батырмасы. Бізде жақында осы пазл лайф арнасында 8 мың тіркелушіден дәл қазір 92 болып қойды. 92 мың тіркелуші болып тұр қазір бізде. Тек 8 мың тіркелушіден бізде 100 мыңда болады. Кейін біз осындай барлығымызда бірге, осындай күміс батырма екінші болады. Енді ол осындай керемет достар жетістікке жете береміз деген ойдамыз сіздердің арқаңызда. Және де достар, қазір видеомыз аяғына да жетіп қалды. Сондықтан бір айтып кететін жайт, барлығымыз байқағандай, тікелей эфирде көріп отырған адамдар, сол жерге жиналған адамдар, біз сәл қобалжып, біз дегенде мен сәл қобалжып шын айтайын, енді сәл қобалжып сөздерім ұмытып қалдым. Сол кезде айтатын сөздерімді енді қазір ешқандай қобалжуым басылып, барлығы аллергия басылып, қобалжу барлығы басылып, шешіп, енді сіздерге сол сөздерімді қайталап айтып кетейін. Қолында кнопка ұстап айтты. Енді кнопканы алайын қолыма, міне. Команда пазл деп. Мұнда артынан дауыстарды қойып қойып, қызық болсын. Міне, ал енді осы күміс батырмамызға барлығымыз бірге жеттік. Барлығымыздың жетістігі ол. Сондықтан ең бірінші мен Алла тағаланы осымен рахмет айтқымыз келеді. Әрдайым ең бірінші орында Алла тағаланы қойып. Ал екінші орында ол әрине достар сіздердің көмектеріңіз. Сіздердің болмасаңыз, және алдында айтып кеттігендей, ешқандай пазлда болмаушы еді. Сондықтан әрдайым осылай бізді қолдай беріңіз. Әрдайым бізбен бірге болыңыз. Осындай жүлделерге әрдайым бірге жетіп отырайық. Және де осындай тек қана жүлделер емес, бізге ең бастысы жүлде емес достар, бізге ең бастысы сіздер бізбен бірге болсаңдар, сол ғана жеткілікті бізге достар. Сондықтан осы видеоға лайктарды міндетті түрде толтырып отырыңыз. Осыған шын жүректен қуанамыз. Әлиді, Алмазда барлығымыз сізді шын жүректен жақсы көреміз. Енді сол барлығын айтып болдық. Қазір сіздерге осы жүрегіміздегі жеткізейін десек, ол видео 2-3 сағат, 5 сағатқа созыла береді. Сондықтан достар,
Рахмет сіздерге. Бүгінге осы сіздермен болған мен Әділ, Али, Алмас. пазлға жазыл.